Қайырлы күн достар, сіздермен Инка, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз какао қосылған шоколадты бисквит пісіреміз. Каналға тіркеліп, рецепттерді жібермей көріңіз. Ең алдымен жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызынан бөлеміз. Ақ уыздың көлемі үлкейгенше миксерлейміз. Шетінен қант ұнтағын қоса отырып миксерлейміз. Көлемі осылай үлкен өзгереді, сонда екі сары уызды қосамыз да шым-шым тұз саламыз. Артынан сүтті құямыз және сұйық майды құямыз, жақсылап араластырамыз. Алған ұнның үстіне нан қопсытқышын, ванилин және какаоны салып дайындап алам. Дайындаған қоспаның үстінен илеуішпен илеп, ақырындап шетінен араластырамыз. Бізде осындай сұйық, түсі шоколадты, біркелкі, осындай қамыр шығады. 2 порцияға жасағаннан кейін үлкен 30 сантиметрлік форманы аламыз да, оның ішіне сары май жағып шығамыз. Одан кейін қамырымызды құямыз да кішкене сілкейміз, беті тегіс болу үшін. Қызып тұрған пешке 30 минутқа қоямыз. Мен дайын қайнатпалы крем алдым. Оған 100 мг сүт құямыз, суық болу керек және араластырамыз. Негізі қайнатпалы кремді қолдан дайындауға болады. Мен уақытым тығыз болғаннан кейін мен сатып ала салдым. Осы кремді 200 мг қайнап тұрған сүттің үстінен құямыз да тоқтамай араластырамыз. Бұл қоюланып түсу керек, жаңағы қайнатпалы кремнің нағыз өзі болып шығады. Бетін жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Торттың бетіне шоколадты ганаш дайындаймыз. Оған 100 грамм шоколадқа 25 грамм сары май салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Артынан 50 мг сүт құямыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Ганаштың құрамы біркелкі, қою болу керек. Бисквит дайын. Мен осындай десертный ыдыстарды алып, соның көлемі бойынша осындай дөңгелектерге кесіп аламын. Бисквит жұмсақ және түсі керемет болып шықты. Барлығынан менде 7 корж шықты. Осы корждың астынан 2-ге бөлеміз. Қайнатпалы крем суыды, енді бұны жақсылап миксерлейміз. Ол қоюлана түседі. Бұны корждардың ортасына жағамыз. Мен осындай бірдей десертный ыдыстарды алдым да, корждың астыңғы бөліктерін салып шығамын. Қалауларыңыз бойынша бисквитті үлкен бір торт қып пісірсеңіздер болады. Менің өзім қалауым бойынша әр адамның алдына осындай ыдыстарға салып беруді жөн көрді. Ары қарай қайнатпалы кремімізді корждардың бетіне жағып шығамыз. Барлығын бетін тегістеп шығамыз. Ары қарай екінші бөлік корждарды бетіне қойып шығамыз. Артынан шоколадты ганашты бәрінің бетіне құйып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне жеміс-жидек, кокос ұнтағы немесе жаңғақтар бетіне себуге болады.
Міне менде какао қосылған шоколадты бисквиттан осындай мини десерттер шықты. Торт өте жұмсақ және шоколадты болып шықты. Жегенде ауызда ериді. Өте дәмді. Менің рецептім бойынша міндетті түрде дайындап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, жаңадан рецепттерімді жібермей көріңіз. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сау болыңыз.